Намаз. Намаз бұл құдіреттің бұйрығы, құлшылықтың ұлығы, жаратқанға мінәжат, амалдардың абзалы. Намаз адамның Аллаға ең жақын кезі. Намазға жасалған тілектер қайтарылмайды. Дәрет намаздың келді, намаз жәннаттың келді. Намаз шүкірліктің үлкені. Адам намазға ниет етіп дәрет алғанда, дәреттің суымен күнәлар төгіледі. Сені намаздан не тосып жүр? Намаз зейнетке шыққан адамның амалы ғана емес. Не? Ниетім түзу, иманым жүректе болу керек дейсің бе? Ең ниеті түзу адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болған. Бірақ ол кісі ең көп намаз оқушылардан еді. Намаз балиғат жасына толған кез келген есті адамға парыз. Намаз адамды адам етіп қалыптастыратын ұлы тәрбие құралы. Алла тағала намаз адамды бүкіл арсыздықтан және жамандықтан тыяды деген. Намаз ол нұр. Қияметте дәрет алып намаз оқыған адамдардың жүздері мен аяқ қолдары нұр шашып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер таң намазы мен құптан намазының сауабын білген болсаңдар, мешітке еңбектеп болса да келер едіңдер деген. Хазіреті Абу Бәкір намазсыз адам теңізге қайықсыз тасталғанмен бірдей деген.